Армысыз құрметті көрермендер, өздеріңізбен кезекті біздің подкаст бір шаңырақ астында. Бүгін бізде қонақта Дариға Саттарова, әнші қыздарыңыз. Қош келдіңіз, Дариға ханым. Жалпы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, өзіңізді таныстырып кетсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Қателеспесем, Қазақ ұлттық өнер университетінің студентісіз. Нешінші курста оқисыз? Иә, қайырлы кеш. Осы Астана қаласында туып өстім. Ата-анам 2000 жылдары Астана қаласына көшіп келіп, дүниеге біз келдік. 2021 жылы Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжін тәмамдадым, ал қазіргі таңда Қазақ ұлттық өнер университетінде 4-ші курс студентімін, эстрадалық ән салу мамандығы бойынша. Өте керемет. Онда олай болса подкастымыздың соңында сізден қазірден бастан бастап айтайын. Подкастымыздың соңында онда сізден хотя бы кішкентай болсын бір үзінді ән сұраймыз. Жақсы. Жалпы Дариға ханым, біздің подкаст, мына өзіңіз білетіндей, биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясына 30 жылда аз уақыт емес. Сол 30 жылдың аясында осындай бір шаңырақ астында деген подкастты ашқан болатынбыз. Олай болса, жалпы бүгінгі подкаст сол ассамблеяның төңірегінде, жалпы ассамблеяға қалай келдіңіз, жалпы қандай жұмыстар атқардыңыз ассамблеяда? Өзіңіз айттыңыз, ассамблеяда кішкентай кезіңізден, жалпы туылғандан бері десе де қателеспейтін болармыз мүмкін. Иә, сол жалпы ассамблея туралы болады. Бүгінгі подкаст жаңа ең бірінші сұрайын деген, жаңа айтып өткендей, ассамблеяға қалай келдіңіз, қашан келдіңіз, неше жасыңызда келдіңіз? Негізі осы ассамблеяда менің өнер жолым басталды деп айтсам болады. Солай ма? Иә, енді мен кішкентайымда ата-анам ассамблеяның мүшесі, екеуі де, мама папам да. Содан мен кішкентайымнан ол кісілердің осы қоғамдық жұмыста, ассамблеяның жұмыстарында, мерекелерді ұйымдастыруларында, барлығын көріп, бірге көмектестім деп айтсам болады. Сосын кейін осы 8 жасымнан бастап ассамблеяның фестивальдарында, концерттерінде өнер көрсете бастадым, ән айтып. Сөйтіп кішкентайымнан ата-анам үлгі берді деп айтсам болады. Сондай қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, қазіргі таңда осы қазіргі күнге дейін өнер көрсетіп келе жатырмыз. 8 жасымнан бастап, примерно получается. Значит, сол кішкентай кезіңнен бастап, шын мәнінде, иә. Онда сіздің өнер жолыңызға келуге ассамблея түрткі болсақ десек болады ғой? Солай айтуға да болады шығар, өйткені бірінші сахнаға шығуым осы ассамблеяның фестивальдары, концерттері болды. Солай ма? Ата-анаңыз да өнерге жақын шығар онда? Папам негізі жас кезінде қомыз деген бізде аспап бар, қырғыздың, сода ойнайды, ән айтып. Бірақ енді жасы келе ол нәрсені тастады. Бірақ дегенмен жас кезінде сол ән айтқан бар. Ол кісіден келді деп айтсам болады, сондай өнер деген. Өте керемет, иә. Қыз баласына өнердің барлық әкесінен дариды деген шын мәнінде шын екен. Жалпы 8 жасымнан бастап ассамблеядамын дедіңіз. Жалпы балалық шағыңыз қалай өтті? Ата-анаңыз қоғамдық өмірге араласса, ассамблеяның, онда ассамблеяның өмірін білесіз, өте қызық, неше түрлі іс-шаралар, гастрольдер, командировкалар деген секілді. Яғни балалық шағыңыз сол ата-анаңызбен бірге қоғамдық жұмыстан басталды. Жалпы қандай қызық оқиғалар бар кішкентай кезіңізден бастап сол ассамблеяда? Енді бізде кішкентайымда осы 1 мамыр Қазақстан халық бірлігінің күні ғой. Неше түрлі мерекелер өтетін қызықты. Соның бірі осы 11 жасында шығар, Қазақ елі монументінде сол барлық басқа ұлттар да тұр, үлкен бір шара болды. Концерт болды, қалада үлкен. Енді ол жерде үлкен біздің әншілеріміз өнер көрсететін болды. Мені сол программаға қосты. Енді бәлкім кішкентай болған шығармын, енді 11 жастамын. Алып тастапты списоктан, сол неде концерттен. Жылап. Мен енді сондай капризный бала болдым кішкентайымда, сахнаға өте қатты талпынатынмын. Сөйтіп жылап қалғаным бар енді, әрине. Сондай күлкілі жағдай. Сосын қалай қосты сізді? Енді жасымыз келіп, кішкене опыт жинап, қазіргі таңда енді өнер көрсетіп жатыр қой. Бірақ енді дегенмен кішкентайымнан өзімді бір халық әртісі сезініп, сондай үлкен сахналарға шыққым келетін әрқашанда. Сондай күлкілі жағдай болды. Менде де бір қалай айтсам екен, бір қызық жағдай болды сондай.
баяғыда айтпай ақ қояйын қай жақта, бірақ бір осындай наурыз тойлап жатырмыз, 40 халық, 40 адам. Өзі енді далалық жерде болып жатқан іс шараны өзіңіз білесіз қалай екен, жалпы мына аппаратура жағын енді өзіңіз өнер жүргеннен кейін білесіз ғой. Ол жақта жан дауыста айту қиын, өлең айту. Анда-санда енді мен де өлең айтып қоятын бар енді сондай. Наурызды жүргізіп жатырмыз, бір жағынан солайынан өлең айтатын болдым. Сөйтіп ол кезде авиарежимге қою білмей ұялы телефонды былайынан прямой неге қосып, содан кейін фонограммамен ұрып жатқанмын. Біреу звондап қалады, ана жерде ұялған, ондай жағдай болған жоқ сізде? Менде жоқ, ондай болмапты. Енді кішкентайымнан ән айтқаннан соң ба екен, музыкальный школада оқып жатырмыз, кішкентайымнан. Білмеймін, ондай нәрсе біз енді ол кезде флешка деген нәрсе бар, мини-диск деген нәрсе бар. Өте тиянақты болдым ондай нәрсенің кішкентайымнан. Сондықтан ондай жағдай болмапты. Өте керемет. Енді сіздің өнеріңіз туралы сөйлессек, осыдан өзіңіздің бір сұхбатыңызда 2-3 жыл бұрын қателеспесем сұхбат бергеніңізде ұлттық арнаға Құрмаш Махан ағамыздың қателеспесем әнін ең бірінші сол ғой да қазақ тілінен қырғыз тіліне аударып, соны тұсауын кескен болатынсыз. Жоқ, негізінде ол ән аударылған ән емес. 2018 жыл мекен? Жоқ, 2020 қателеспеймін, ол карантин кезі, карантинді бітейін деп жатқан кезі, 2021 жылы. Ол кезде енді творчествомен айналысайын, өзім әндерім шығарайын. Оған дейін байқауларға қатысып жүрген кезім, өзім әндерім шығарайын деп жүрген кез, Құрмаш Махан менің ең сүйікті әншім. Біздің колледжде сабақ берді. Енді ол кісімен таныс едік. Сөйтіп ол кісіге хабарласып, арманым ғой енді ән жазу. Енді былай қарасаң кішкентай қызбын, бірақ как-то солай қорықпай ол кісіге звондап сұрап, ән жазып беріңіз деген сияқты. Ол кісі жаңа ән жазып береді. Бұл жаңа мен үшін арнайы ән жазылған ән. Соны аударылған ән емес. Сөйтіп сөзін жаздырды Қақпар Қуатышбеков деген сондай күшті ақын бар Қырғызстанда. Сол кісіге жаздырып, ең бірінші әнім осы Құрмаш Махан шығаруында болды. Солай ма? Аударылған әндер репертуарымда бар. Ол да бір басқа история, басқа әңгіме. Ондай әндер, аударылған әндер репертуарыңызда қанша, неше? Қазіргі таңда осы Қайрат Бәйкеновтың Жансыр атты әнін аударып айттым, және Арман Дүйсеновтың Мені сүйген жанға атты әнді аударып айтқан 2 ән бар екен репертуарында. Жалпы ол ой сізге қай жақтан келді, осы қазақ әндерін қырғызға аудару деген секілді? Ол бір өзімен өзі келген идея. Негізінде біз ұстазымызбен, осы Қуаныш Тоқтарбаевич деген ұстазым бар универде. Негізі Қайрат Бәйкеновтың өнері қатты ұнайды. Енді кәсіби әнші, кәсіби музыкант. Жансыры атты әні Маржан Арапбаеваның орындауын өте қатты ұнайтын еді маған. Сол әнді, негізі мен бір әннен әсер алсам, жүрегім дүр етсе, сол әнді орындағым келіп тұрады. Неге осы қырғыз тілінде шығармасқа, неге осы алған әсерімді осы қырғыз халқына жеткізбеске, қырғыз тілінде деген ой болды. Сондай оймен шығардым. Албай бір әрине авторға ұнағаннан кейін, жалпы ел жақсы қабыл алғаннан кейін болады екен ғой деген сияқты сондай. Әрине. Сондай әндер таңдаған кезде ең басты не нәрсеге көңіл бөлесіз? Әннің сөздеріне ма, әуеніне ма, әлде мағынасына ма, әлде вообще авторына ма? Негізі ән таңдағанда жалпы әнге мұқият қараймыз. Ол тек қана сөзі ғана емес, музыкасы ғана емес. Сөзі әрине мағынасы жақсы болу керек, мелодическая линия дейді орысша айтқанда. Качествосына қараймыз, қалай жазылды деген сияқты. Тағы да қайталап айтқанда, ән жақсы әсер қалдырса, әрине сол нәрсеге қараймыз. Әрине, жалпы мына кәсіби жалпы әншілер айтып жатады ғой, мына әнді айту бір бөлек, бірақ оны жеткізу мүлдем бөлек деп. Яғни оны актерскийіңді қосу керек дейсіз. Осы тұста сұрайын дегенім, мына әндерді аударғаныңызда ең басты не нәрсеге қиын соқты, ең басты не нәрсе қиын болды сізге? Эмоцияны жеткізу ма, әлде аудармасы қиын болды ма? Шын мәнінде кейбір кезде болады ғой, айналайын деген сөзді басқа тілге аудара алмаймыз.
сондай сәттер болды ма? Қалай ситуациядан шықтыңыздар? Иә, сондай сондай жағдайда көп қиыншылықтар болды. Сол мағынасы жағынан дұрыс жеткізе алмай, өйткені енді автор қазақша тілде жазды ғой бір әнді, сезіммен, иә, бір сезімді білдіргісі келді, бір жағдайды білдіргісі келді деген сияқты. Сол жағдайды қырғыз тілінде дұрыс қылып жеткізу, өте дұрыс мағынада, дұрыс сөзбен жеткізу, дәл сондай сөздермен аударғанда мағынасын білдіре алмайсың деген сияқты. Сол жағынан қиыншылықтар болады көбінесе, мағынасы жағынан. Иә, ол келсе мағынасы жалпы жеткізу. Жалпы кейбір жағдайлар болады, мысалы көп енді қырғыз тілін қазақшаға аударып, немесе қырғыз тіліне аударған жағдайлар көп болады ғой. Менде мысалы басқалар басқа сөз жаздырады, әуен бар, қазақша ән, бірақ басқа сөздер жаздырады, мағынасын өзгертіп тастайды деген сияқты. Менде ондай мүлдем қарастырылмайды. Прям мысалы менде Жансыр әнін Қанат Жүнісов жазды ма, мен аударылса да бүкіл жерде, радиода болсын, қайда болсын, Қанат Жүнісов деп жазамын сөзін, мысалы. Өйткені прям мағынасын тура сондай қылып білдіруге тырысамын. Сізге жалпы не шабыт сыйлайды? Шабытыңыз не? Шабыт өнер адам болған соң шабыт бір келеді, бір кетеді, кризистер болады деген сияқты. Енді жалпы кәсіби музыка, жүрекке жеткен музыка, жүректен шыққан ән шабыт береді деп айта аламын. Мысалы барлық әндердің өзінше бір тарихтары бар ғой енді. Көбінесе осы аударылған әндер туралы айтатын болсақ, кездейсоқ естіп қалған әндерді. Мысалы Арман Дүйсеновтің әні, марқұм Арман Дүйсенов ағамыздың әні, бір кезеңде бір кабинетте университетте бара жатқан бір 2-ші курс қыз айтып жатыр екен қазақшасын. Естіп қалам, болды, содан мен ауырып қалам. Мен күнде тыңдаймын, мен уже білем қандай өңдеуде шығаруға өзімнің нұсқамда деген сияқты. Сондай жағдайлар болып қалады. Жүрегім дір етсе ғана болды. Шабыт туралы сөйлестік қой. Қай композитор сізге шабыт береді? Қай композитор шабыттандырады сізді? Негізі вот айта кеткенде Құрмаш Махан өнері өте қатты ұнайды, әндері. Ол кісі енді композитор ғой, ән шығарады. Әрине. Тот же самый Қайрат Бекенов ұнайды, есеп өзіміздің Қазақстанның композиторлары айтатын болсақ. Бұлай негізі ескі әндерді жақсы тыңдаймын. Хасанғалиев, Төлеген Мұхамеджановтың әндері ұнайды деген сияқты. Керемет. Жалпы қайтадан ассамблеяға келетін болсақ, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, басқа бір бөлек әңгіме деп. Қандай тағы да бір қызық оқиғалар есіңізге келеді? Ассамблея деген кезде мысалы болады ғой, оппа деп ассамблея туралы сұрақ болған кезде, осы жағдай бар еді ғой деп. Көп жағдайлар болған негізі. Мәсіған кішкентайымнан жүрген соң ба, неше түрлі жағдайлар болды екен. Қайсысын айтсам екен? Мәсіған. Негізі көп дейсіз. Негізі көп, иә. Көп жағдайлар болған. Соның бірі? Қай жағдайда бар еді? Тұралай берсем екен. Не помню. Өте көп секілді ғой оған қарағанда. Жақсы. Надо вспомнить. Жақсы. Есіңізге түсіре тұрыңыз. Бірлік, достық ұғымдарын қалай түсінесіз? Бірлік, достық. Енді ең сондай маңызды өмірімізде маңызды ұғымдардың бірі ғой. Бірлік бар кезде жалпы тыныштық, сыйластық болады деген сияқты. Достық дегеніміз, мен жағдайымда, мысалы да, достық ұлтқа да қарамайды, жалпы арақашықтыққа қарамайды, дінге қарамайды деген сияқты. Мен мысалы жақын құрбым бар, ең жақын құрбым ұлты қазақ. Кішкентайымыздан бері дос болып келе жатырмыз. Сондықтан достық мен үшін ештеңе қарамайды деп ойлаймын. Түсіндім. Қысқа нұсқа жауап бердіңіз, достық мен құрбым бар.
жақсы. Жалпы қазір әлеуметтік желілерді былай ашып қарасақ, өте көп араздастыру деген секілді, жалпы ассамблеяға қатысты болсын, жалпы әрбір әрткі салу ортаға онда көп болып кетті мысалы қазір. Соған көзқарасыңыз, ойыңыз қалай? Енді қазіргі таңда тикток, сондай социальный сеттер кәдімгі қалай айтсам болады қазақша? Айта беріңіз. Не знаю, как ответить. Ең бастысы бір жанр арасында бірлікте болу керек дейсіз ғой. Я. Көзіңіз айтып тұр соны. Я хотела чуть-чуть да. Ең бастысы да біз бір елде тұрып жатқаннан кейін біз көп ұлтты елміз ғой. Әрине. Өте маңызды достықты сақтап қалу негізінде. Сонша ұлт тұрып жатырмыз. Достықты сақтап қалу өте маңызды деп ойлаймын. Осы тұста айтайын деген кейбір кезде шын мәнінде менен де сұрайды. Кейбір кезде достарым осы ассамблея не істеп жатсыңдар сендер, қандай жұмыстар атқарып жатсыңдар деп. Айтамын ғой, әзіл деп айтамын ғой кейбір кезде, бірақ ол әрбір әзілдің артында білесіз өзіңіз. Айтамын, мысалы сенің бір орыс досың бар, не болмаса басқа мүлдем басқа этностың, мысалы этностан достарың бар ма? Айтады, бар, осындай бар, осындай. Айтамын, вот біздің бір жұмысымыздың бір көрінісі осы деп. Тіпті достық үйіне де келгенде таксимен келіп қаламыз. Бұл қандай мекеме өзі деп сұрайды. Не істейсіңдер оның ішінде деген. Оның ішінде күнде неше түрлі мерекелер өтеді деймін ғой. Әрине, бұл шын мәнінде достық үй деп қалдыңыз. Ол достық үйінде жақында біз Тараз қаласына іс-сапармен бардық, бір үлкен іс-шара өткіздік сол Тараз қаласында. Сол кезде байқағаным, өте көп туристер келеді екен. Достық үйі осындай ма деп, сол жақта кәдімгідей адамдар шығып, әрбір этностың адамдары, бізде осындай достық үйі, жалпы осындай әртүрлі кружоктарымыз бар, әртүрлі этностың өзінің мәдениеті бар деген секілді. Солайынан шыққан кезде әрбір туристке соны түсіндіреді екен да, түсіндіріп, әрбір ұлт, әрбір этностың әдет ғұрпын, мәдениетін таныстырады. Мен сол достық үйінде тұрмын, как раз туристер келді, кірді достық үйіне, сұрайды, бұл қандай ғимарат, қандай здание деп. Сол кезде алдынан сол гид деймін ба, қалай дейін енді, сол кісі шықты да айтады, бұл достық үйі. Достық үйі осындай, әрбір этнос ассамблеяның мүшелері, әрбір этнос өкілдерінің өзінің кабинеті бар, ол жақта отырады, ол жақта жұмыс жасайды. Содан кейін олар таңғалып, бізге таныстырасыз ба деп, сол жақта достық үйіне кірді, где-то бір жарты сағаттан кейін ба, шыққаннан кейін шын мәнінде керемет бір көңіл күймен шығып, біздің Қазақстанда осындай да бар екен ғой деп таңғалып шығып жатады. Жалпы өзіңіз де дұрыс айттыңыз, достық үйіне кірген кезде ең бірінші сұрақтары, бұл қандай ғимарат, бұл жақта не істейді адамдар деген секілді. Сосын тағы да сұрайын дегенім, ұстанымыңыз қандай өмірде? Адал болу, шынайы болу. Негізі айтады ғой маған кеше күні бір танысым айтады, сен адалдық пен шынайылық жеңбейді бұл өмірде деп. Білмеймін, сол принципиальность дей ма, сондай бір мінезім бар. Білмеймін, анда-санда хочется чуть-чуть андай бүйтіп өтіп кетуге, бірақ сол ең басты әрине адал болу, шынайылық, әрқашанда шындықты айту деген сияқты. Сондай ұстаным. Кішкентайымнан бері ата-анам беріп жатқан тәрбиесі сондай. Ал енді кітап туралы сөйлессек, кітап көп оқисыз ба, жиі оқисыз ба? Өте аз оқимын. Білмеймін, енді бәлкім уақыт жоқтығынан, енді әрине оның барлығы сылтау ғой негізінде. Білмеймін, кітапқа жақын емес екенмін. Кітапты қатты оқуға қызығушылық болмайды екен. Кейбір кезде мен байқаймын, вот именно өнер академиясында оқитын, жалпы колледж, жалпы өнердің саласында жүрген адамдардан байқаймын, актерлар негізі көп оқиды екен, көп ізденеді екен. Ал вокалға келген кезде олар, сіздер
керісінше әннің сөздеріне қарайсыздар ма? Сондай бір көбінесе сіздер нені оқиды екенсіздер да, кітапқа қарағанда мысалы Мұқағали Мақатаевтың шығармалары деген секілді да, өздеріңізге сөздер іздейсіздер ма? Иә, сондай болады. Шығармашылық. Иә, біз көбінесе сол әндер жинақтарын қараймыз, әндердің сөздерін іздейміз деген сияқты. Сондай жағдайлар әншілерде көп болып тұрады. Қызықты оқиға есіңізге түскен жоқ па? Түспей жатыр. Түспей жатыр что-то. Негізі көп болған, просто айтса бола ма екен, болмай ма екен деп ойланып тұрмын да просто. Ата күлкілі жағдайлар көп болған. Неше жасыңыздан бастап сол үлкен сахналарға шығып бастадыңыз? Ой, үлкен сахна. Білесіз бе, негізінде кішкентайымнан бастаған үлкен сахнаға шығуды. Бірақ сол енді тұрақты шығып, бәлкім осы колледж бітіргеннен кейін шығар. Енді колледж бітіргеннен кейін енді біз мамандықтың да аласың, диплом аласың деген сияқты, среднее образование. Содан кейін енді қазір үлкен сахнадамыз бұйыртса. Жетістігіңіз туралы айтсаңыз. Жетістіктер 2019 жылы жас қанат байқауына қатыстым. 2019 жылы, иә. Финалист атандым. Сол мен үшін ол байқауда қатысуның өзі үлкен тәжірибе, үлкен мәртебе, үлкен ол жерде Қазақстан бойынша 13 қана қатысушы болды әр қаладан. Сол. Және де одан кейін енді байқауларға қатысып келе жатырмыз. Кеше ғана мінекей Ескендір Хасанғалиевтің 80 жылдығы болды Орал қаласында. Сол жерде 3-ші орын алып қалдық. Қырғызстанның атынан қатысып. Қандай қызықты оқиғаларыңыз болды? Мәссаған. Сол сахнаның сыртында мысалы болады, көп деген жағдайлар болады ондай. Мысалы өзің кезең келіп тұрады, мысалы байқайын бір нәрсеге алаңдап кетесің, болмаса шығып кетесің. Кейбір кезде болады, мысалы микрофоның өшіп қала ма, мысалы ондай ситуациялардан қандай шықтыңыздар? Форс-мажорный моменттер. Былай болған. Фестиваль болды Народу Казахстана. Қай жылы? Так, мен неше жаста екенмін ол кезде? 10 жаста шығармын. Ол кезде кішкентаймын. Ассамблея бөбегісіз. Иә, мамам ұйымдастырды. Енді біздің сол именно қырғыз этномәдени орталығының шығатын номерларын мамам ұйымдастырды. Сол кезде қандай жағдай болады екен? Мен көйлегімді алам, бірақ туфлимді ұмытып кетеді екенмін үйде. Сосын? Мамам енді сол фестивальдің жағдайымен, мен кішкентаймын деген сияқты. Сөйтіп, туфли жоқ. Мен уже қазір шығуым керек. Мен деген кроссовкамен тұрмын, көйлегім тұр. Сөйтіп мамам қайда дейді да, деген кулисамен тұрмыз. Қайда аяқ киемін? Мен айтамын, білмеймін, мен өзім енді кішкентай балам. Ол кезде енді мамам бүкіл жағдай мамам жасайтын, ондай самостоятельность деген онша жоқ еді. Сөйтіп, қайда мамам деген, шыр-пыр болып отыр. Сөйтіп, өзінің туфлисін береді. Ол туфли үлкен маған, 2 размер. Сонымен сахнаға шығып ән айтып шығамын. Енді білмеймін қалай шығып ән айтып келдім, бірақ еще ол кезде жанды дауыспен айтасың, патриоттық ән. Білмеймін қалай айтып шықтым, бірақ айтып шыққаным бар. Әрбір қадамыңызды кәдімгідей санап жүрген шығарсыз. Құлақ толмай. Мен негізі знаете, кішкентайымда вообще бүйтіп сахнадан қорқу, қобалжу деген нәрсе дым болмапты. Шығамын мен, айтамын мен деп сондай бір талпыныспен. Туфлимді кие салдым да шыға салдым. Дым бір уайым, бір қорқу, қалай болады екен деген вообще болмапты. Керемет. Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар әлде? Осы творчество жағынан өзіңіздің репертуарыңызды толықтыру. Өйткені бір сұхбатыңызды көрген кезде 2022 жылғы сұхбатыңыз қателеспесем, сол кезде айтыпсыз, мен осы аудардым қырғыз тіліне әнді, әрі қарай ізденіс үстіндемін деп. Таптыңыз ба? Әлде таба алмай жүрсіз бе? Содан кейін мені сүйген жанға атты әнді шығардым ғой. Сол. Былай аудару тағы басқа әндер енді әзірге айта алмаймын, бірақ
әрине болатын шығар. Алда әлі талай әндер шығады ғой. Бәлкім тағы бір әнді ұнатып қалсам, мен жалпы әнді көргенде оны мен басқа нұсқада елестетіп көруім керек. Елестете алсам басқа нұсқада, енді басқа өңдеуде, сондай жағдайда ғана шығарғым келеді да. Әрине, мен ойлаймын болашақта көп әндер болады деп. А былай өнерге келетін болсақ, жалпы өзімнің өнеріме жаңа әндер жазылып жатыр. Бұйыртса жақында жаңа дуэт болады деген сияқты. Жаңалықтар көп болады бұйыртса. Дуэт жазуға армандап жүрген әншілеріңіз бар ма? Иә. Мен армандап жүрген әнші бар, және де сол әншімен жақында жазып жатырмыз ән. Арманым орындалып бұйыртса жақында шығайын деп жатыр. Бөліспедіңіз ғой кім екен? Әзірге бөлісе алмаймын. Да? Құпия болсыншы, я пусть это будет сюрпризом. Шыққанда бұйыртса. Бірақ бұл әнші мен өте ұнататын әнші. Одан басқа әншілер? Одан басқа әншілер енді негізі ұсыныстар көп түседі. Почему-то көп түседі ұсыныстар. Бірақ мен өте андай тиянақты қараймын. Маған әнші ұнау керек, әншінің дауысы ұнау керек деген сияқты. Ән ұнау керек, репертуар ұнау керек. Сондықтан бірінші дуэт қой енді бұл менің бірінші дуэтім репертуарында. Осы әншімен шығаруды жөн көрдім. Әрине үлкен құрмет мен үшін, ол кісі де мені қолдап жатыр. Сондықтан үлкен рахмет ол кісіге де. Сол. Құрмаш Маханмен. Ой, Құрмаш Маханмен әрине, бірақ білесіз бе, ол да үлкен арман ғой негізі. Әрине. Бірақ ол кісімен мен әлі жетілмедім деп ойлаймын. Тағы өскім келеді, тағы тәжірибе жинағым келеді. Бір жақсы ән туылып жатса, әрине орындаймыз деп ойлаймын. Шын мәнінде Құрмаш Маханның жан сырым әні қай жылдар шықты? Мына 90-ның соңы, 2000 болса деймін. Әлі күнге дейін былай қарасаңыз. Әлі күнге дейін. Оның барлық, көп әндер әлі күнге дейін әлі трендте орындалып жатыр. Әрине. Байекеновпен. Керемет. Қайрат Байекеновпен. Ой, Қайрат Байекенов. Ой, білмеймін, ол кісі енді білмеймін. Ол кісімен біз қатты жұмыс жасаған жоқпыз, шынымды айтқанда. Осы жан сыры атты әнді ол кісіден сұрағаным бар. Ол кісі батасын беріп, кәдімгі хит болсын деп рұқсатын берген. Сол ән шыққаннан кейін ол кісіге өте қатты ұнады, авторға ұнады. Сол нәрсе мені кәдімгі жігерлендіріп, тағы басқа әндерде аударып шығаруға сондай бір шабыт берді деп айтсам болады. А былай дуэт пока көреміз. Айтылмай қалған сөздер бар ма? Жоқ. Барлығы айтылды деп ойлаймын. Все нормально. Барлығын айттым деп, бірақ ассамблеядағы әлі бірақ қызық оқиғаңызды айтқан жоқсыз. Айтылған секілді деп. Жақсы, олай болса, Дариға ханым, мына подкасттың басында айтқандай өзіңізден бір керемет, ең болмаса бір шумақ, бір әрін орындап берсеңіз, өйткені былай қарасаңыз, жақын уақытта біздің ең басты мерекеміз десек те болады, ең басты күніміз республика күні өтті. Өзіңізге толағай табыстар тілейміз. Аман сау болыңыз, әрқашанда жолыңыз ашық болсын, репертуарыңызда әндеріңіз тола берсін, және де Қазақстан Халқы Ассамблеясында жасаған еңбектеріңіз елене берсін. Әрі қарай да дами беріңіз, шарықтай беріңіз. Олай болса, сізден ән біз тыңдауға дайынбыз. Айта кетсем, бізде легендарный композитор бар Қырғызстанда, Рысбай Әбдіқадыров деген. Сол кісінің, марқұм Рысбай Әбдіқадыров, өнерін өте қатты сүйіп тыңдаймын. Соның әндерінің бірі «Безе көбіз» деп аталады. Соны орындап берсем. Керемет. Білбейм қайдан жолыққансың сен маған, маңдайыма бүткөн жалғыз бақыттай. Сені сүйдім, бұйрық алып тағдырдан. Башқалардың мені сағататы бай. Керемет. Енді түсінікті болды.
неге сізге дуэт жазайық деген ұсыныс көп түсетіні. Олай болса рахмет сізге көп Сізге рахмет, келгеніңізге. шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бұл ғасырда, бұл заманда ең басты құндылық, ең басты, ең алтын зат ол уақыт. Осы уақытыңызды арнап біздің студиямызға, біздің подкастымызға келгеніңізге көп рахмет. Және де ән арнап бергеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз, сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті достар, сіздермен болған бір шаңырақ астында подкасты. Келесі кездескенше аман сау, бай қуатты болыңыздар.